Бәріңізге сәлем. Адамдар күнделікті қанттың қандай зиян екендігі туралы жан-жақтан естіп жатады. Бірақ та көбіміз қанттың организмде нақты қандай зиян екендігі туралы және де қантты шамадан тыс қолдану қаншалықты зиян екендігі туралы біле бермейді. Сол себепті бұл видеода мен сіздерге қанттың қандай зиян екендігі туралы және де одан толық бас тартқан кезде не болатындығы туралы айтып беретін боламын. Қанттың құрамында глюкоза бар, ал ол организм үшін негізгі энергияның көзі. Бірақ таза күйінде қант организмге түскен кезде өте тез сіңіріледі. Бұл қанда инсулин гормонының жедел әрі бірден өте көп бөлінуіне әкеледі. Ал инсулин болса қантты май және бұлшықет тіндеріне тасымалдайды. Бұл семіздіктің негізгі белгісі болып, немесе семіздіктің негізгі себебі болып табылады. Қанттың организмге жиі түсуі инсулин гормонының жиі бөлінуіне алып келеді. Ал адам организмінде негізінен кез келген зат, тіпті ең пайдалы витаминдер немесе гормондар, мысалға инсулин, көп болуы адам организмі үшін өте зиян. Осының нәтижесінде инсулиндік резистенттілік дамиды. Инсулиндік резистенттілік дегеніміз жасушалардың инсулинді танымай қалуы. Бұл қант диабеті ауруының дамуына алып келеді. Ал қант диабеті ауруы туралы толық түсінгілеріңіз келсе, менің видеомнан көрсеңіздер болады. Қанда қанттың көп болуы қанның қоюлануына алып келеді. Және де қан ағысында қант тамырлардың зақымдануына және де қабынуына қолайлы жағдай жасайды. Қан тамырлардың зақымдануы және де қанның қоюлануы бұл тромб түзілуіне әкелуі мүмкін. Организмге жиі әрі көп мөлшерде қанттың түсіп отыруы қанттың артық мөлшерінің майға айналуына, яғни триацилглицеридтерге айналуына алып келуі мүмкін. Бұл фактор және де қан тамырлар қабырғасының зақымдануы атеросклероз бляшкаларының пайда болуына алып келуі мүмкін. Ал атеросклероз жүректің ишемиялық ауруын тудыратын негізгі фактор, яғни 90% жағдайда жүректің ишемиялық ауруы атеросклероздың нәтижесінде туындайды. Сонымен, қанттан толығымен бас тарту 21 ғасырдың эпидемиясы деп аталған қант диабеті ауруының және де жүректің қантамырлар жүйесінің әртүрлі патологияларының алдын алуға мүмкіншілік береді. Ауыз қуысы көптеген әртүрлі микроорганизмдерге толы. Ал жиі организмге қанттың түсіп отыруы бұл микроорганизмдерге өте қолайлы. Себебі бұл микроорганизмдер өздерінің өмір сүру барысында қантты немесе глюкозаны әртүрлі қышқылдарға айналдырады. Ал бұл өз кезегінде тіс эмалінің құртылуына және де кариеске алып келеді. Қанттан толығымен бас тарта сіздер тіс эмалінің жағдайын жақсы қалыпта сақтауға және де кариестің алдын алуға мүмкіншілік аласыздар. Ұйықтар алдында қанттың организмге түсуі кортизол деген гормонның бөлінуіне алып келеді. Ал бұл стресс гормоны деп аталады, яғни сіз ұйықтай алмауыңыздың бірден-бір себебі болуы мүмкін. Қанттан толығымен бас тарта отыра сіздер ұйқыңыздың сапасын әлдеқайда жоғарылатасыздар. Әрине, глюкоза организмге түсіп отыру қажет. Бірақ та бір күндік адам организміне қажет глюкозаның нормасы кәдімгі тамақ арқылы да түседі. Өзіңіздің организміңіз туралы толық білу үшін және де аурулардың не үшін туындайтындығы туралы, қалай туындайтындығы туралы білу үшін менің каналыма жазылып кетсеңіздер болады. Келесі видеоларда кездескенше, ең бастысы білімдеріңіз күнделікті шарықтасын.